Менің жеке каналымның көрермендеріне сәлем. Бүгін біз баклажаннан өте дәмді әрі ерекше салат түрін дайындаймыз. Алдымен баклажанды жақсылап жуып, кептіріп аламыз да, видеодағыдай 4 бұрышты орташа көлемде турап аламыз. Бетіне тұз сеуіп, 15-20 минутқа суы шыққанша қоямыз. Келесі кезекте біз соус дайындаймыз. Ол үшін бізге соя соусы, алма уксусы, кетчуп, қант, кукуруз крахмалы қажет. Крахмалды алдын ала суға ерітіп қоямыз. Асты қалыңдау ыдыс аламыз және соусқа қажетті ингредиенттардың барлығын қосамыз. Ол бізде алма уксусы, соя соусы, кетчуп, қант барлығын қосамыз. Және де үстіне суға крахмал салып, жақсылап араластырып, салып, отқа қоямыз. Бір қайнағаннан кейін аламыз. Баклажанның бізде суы шықты. Суын төгіп тастап, арнайы сүлгіге осылай баклажандарды кептіріп аламыз. Баклажандарымызды жақсылап кептіріп алғаннан кейін жүгері крахмалына аунатамыз. Және де қызып тұрған майда баклажанды қуырып аламыз. Екі жағы қызарғанша, видеода көріп тұрғандарыңыздай, тез-тез қуырып аламыз. Каналымдағы жаңа рецепттерді көру үшін менің каналыма жазылып кетіңіз, және де қоңыраушаны басып қойсаңыз, сізге ең бірінші көрінетін болады. Баклажандарымыз дайын болғаннан кейін үстіне петрушка саламыз және жаңаға дайын болған соусымызды салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін тарелкемізге саламыз. Салатымызды ерекше әдемілеу үшін фунчоза лапшасын қызып тұрған майға бір малып қуырып аламыз. Дәл осындай болып шығады және алдын ала дайындап алып, салаттың үстіне осылай әрлейміз. Қонақ дастарханына жасасаңыз, дастарханды ерекше ашып тұратын және оңай жасалатын салат түрлерінің бірі. Сіз де жасап көріңіз, ас болсын.